Кезінде Жабирге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи егер үйленетін болсаң, өзің секілді жасқа қызға үйлен. Сен онымен көңіл көтеріп ойнайсың, ол сенімен көңіл көтеріп ойнайды, қар лақтырасың, су себесің дегендей ғой. Сондай мағынада пайғамбарымыз енді анау өмірлеріне кішкене бір қызықтан ажырап қалмасын, өмірі қатты серьезный болып кетпесін деп, сондай жастарға сондай нәрселерін айтып отыратын да мысалы. Сонымен Жабир сол нәрсені пайғамбарымыз айтқандай қызға үйлене алмағандықтан бекен айтылмай қалған сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға үйленгені. Ақырын бір үйленіп алған сияқты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қызға ма, әйелге ма дейді. Әйелге я Аллахтың елшісі дейді. Қызға үйленбедің бе? Сен онымен ойнап көңіл көтеретін едің, ол сенімен ойнап көңіл көтеретін еді дегендей нәрселерді айтады. Сонда Жабир айтады, өзіңіз білесіз ғой, менің әкем Ухудта қаза тапқаннан кейін өз артынан маған 9 қарындасын тастап кетті дейді. Олардың барлығы кішкентай қыздар. Егер де мен сіз айтқандай қызға үйленетін болсам, солардың біреуі болып, ана жерде тәртіп болмас еді дейді. Ол оларға тәрбие де бере алмас еді. Оларға бірдеңкені үйрете де алмас еді. Бәсеке болатын еді бәрі. Сондықтан мен әйелге үйленудегі мақсатым үстілерінен біреу қамқорлық жасаса екен, шаштарын тарап, гигиенасына қараса екен, киімдерінің жыртығын жамап, үстілеріне қарап қойса екен, сәніне, тәрбиесіне, тәліміне, тамағына, сол мен жоқта соларға бір әпке болып, ана болып қарай алатындай болу үшін мен әйелге үйлендім дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір риуаятында айтады, өте дұрыс деген екенсің деп. Екіншісінде айтады, ойың неткен жақсы еді деп. Үшіншісінде айтады, баракаллаху алейк, Алла тағала саған үстіңе береке төксін деп. Сонда үйлену мақсатының өзінде де нәрсе қараңыздар, мысалы тек сіз өзіңіз үшін үйленетін болсаңыз кейде ол да болмайды. Егер сіз ата-енеңізбен бірге тұратын адам болсаңыз, көрдіңіз ба? Сондай-ақ сіздің қасыңызда бір қарындасыңыз бірге тұрып атқан, оған қайын сіңлі болады ғой ертең мысалы. Сондай жағдайлар болған кезде негізі мынаның бәрі ескеріліп үйленілу керек негізі. Жабир әйтпесе бұлай істемес еді. Өйткені сен таңдаған нәрсенің ата-анаңа байланысты қыры ескерілмей қалған болса, проблема болады ертең. Қарындасыңа дұрыс қарай алмай қалса, тағы проблема болады. Сөйтіп біраз жаңағы дұрыс таңдамадым ба деген бір нәрселерге дейін баруымыз мүмкін ертең. Сондықтан үйленетін кезде осы нәрселерді өлшеу керек адам. Міндетті түрде өлшеу керек. Есіңізде болсын, біріңіз, сіз тек өзіңіз үшін таңдап отқан жоқсыз үйленіп отқан кезде. Егер сізде жаңағындай жағдайлар болып жатса, мысалы біреудің ата-анасы сырқаттап жатқан болуы мүмкін. Әртүрлі жағдай бар. Сол жағдайлардың барлығы ескерілгені дұрыс. Сол себептен Жабир сол нәрсені ескергендіктен, көрінбе, ол өзінің рахатынан қарындастарының рахатын істеп тұр. Артық көріп тұр. Сол секілді кейде өз рахатыңыздан басқалардың рахатын артық қарай салғаныңызда керек болады. Ол Алла тағала сізге сынағы. Егер де сізде сондай таңдауға мәжбүр болсаңыз, Алла тағала сізге сынағы да. Жабир солай таңдады, пайғамбарымыз қоштады. Көрдіңіз ба? Баяғыда айтқан ұсынысынан пайғамбарымыз қайтып, саллаллаху алейхи вассалам, дұрыс деген екенсің, ойың неткен жақсы еді дегендей нәрселер.